Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біз мына дайын болған биогумусты көрсететін боламыз. Осыдан бір жыл бұрын осы жерге мына бөлігіне аттың көңі тасталған болатын. Содан бір жыл өтті. Енді мен көріп тұрғандарыңыздай мына жердің барлығы уже қап-қара. Биогумусқа айналған. Мына биогумус. Осыны биогумус дейміз. Енді бұл жерден шылаушанды қалай бөліп аламыз деген сұрақ туындап еді. Бұл жерде почти қазір шылаушандар жоқ деуге де болады. Өйткені ешқандай жейтін азық қалмаған. Оның жанына мына бөлікке Г-образный қылып біз жаңадан көң тастаған болатынбыз. Ол жерге барлығы ауысқан. Одан бөлек мына жерде біз бір жылқыны ұстайтын болғандықтан бұл жылқы осы қорада бос жүреді. Сол себепті ол әр жерге не істейді? Тыша бастайды. Ол жиналмай қалып кете берген. Сондықтан мына шылаушандардың да несі жайылу алаңы үлкейіп кеткен. Яғни барлық жерде бар десек те болады. Қазір мысал ретінде мынау әлі толық бітпеген көңді қарайтын болсақ, мысалы мына жерге жаңадан тасталынған мынау свежий көңдер. Ал мұнда бұрын тасталған болатын. Бұл жерде де беткі жағы сап-сары болып тұрғанмен астын ашсаңыз қарайып келеді үш. Міне мына жерлерде бізде қазір әлде де шылаушандар бар. Өйткені азық бар бұл жерде желінетін. Мұны көріп тұрсыздар, бірақ астыңғы бөліктері уже дайын гумусқа айналып келеді. Әлі шөптері таза, толық желінбеген. Мұнан көріп тұрсыздар, оның шылаушандар өте көп. Және мына сары. Бұл бізде олардың несі? Жұмыртқалары. Ал мынау сол жұмыртқадан жарып шығатын майда личинкалар. Міне одан да кіші личинка, мына ақ личинканы көріп тұрған боларсыздар. Міне таяқтың үстінде тұрған осы личинкалар. Бұл жер әлі толық бітпеген. Сондықтан бұл жер әлі де жатады. Ал мына жерге мен осы жиналмай қалып кеткен көңнің бәрін бір жерге жинап жатырмын. Ол жердің барлығы да биогумусқа айналатын болады. Тағы біраз уақыт күтетін болсақ. Мынау бізде қыс бойы жиналған, кішігірім жиналған. Енді осы жердің өзінде де қарап тұрсақ біраз нені көруге болады. Шұбалшаңдарды көруге болады. Міне қандай шұбалшаң. Ірі қызыл калифорниялық шұбалшаң деп осыны айтамыз. Астыңғы бөліктерінде, мына бір бөліктерінде уже өте көп мына жұмыртқалап тастаған. Мына бір бөліктерін қарайтын болсақ, міне ал биогумус енді біз дайын деп айта аламыз мына бір бөлігінен, бірақ көп емес. Өйткені біз үлкен объемда бастаған жоқпыз. Мына жерлер міне енді желініп жатыр. Бұл жерде жеткілікті шылаушан. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп. Өте көп. Бұл шылаушандар бір күнде өзінің салмағына тең биогумусты көңді жейді. Сонша биогумус шығарып отырады. 60% биогумусқа айналады. Осы мына жатқан көңнің барлығын 60% биогумусқа айналады. Көбісі сұрақ қояды, қанша уақытта дайын болады биогумус деп. Бұл сұраққа былай жауап берейін. Біріншіден, сіздің осы көңге тастайтын шұбалшаңыңыздың санына байланысты. Айтып отқанымыздай, бір шұбалшаң күніне өзінің салмағына тең биогумусты өндіреді. Ал енді сіз қаншалықты көп шұбалшаң тастайтын болсаңыз, соншалықты тез биогумус дайын болады. Қаншалықты аз тастасаңыз,
соншалықты аз уақытта өндіретін боласыз. Мына жердегі мына биогумусты не істеуге болады? Кәдімгі ситадан өткізесіз. Кепкеннен кейін құрақтай, әлде де мынау мысалы ылғалды болып тұр. Міне ешқандай не жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай шұбалшаң жоқ бұл жерде. Уже не істелінген? Биогумусқа айналып біткен да. Дайын болған үш. Бар енді арасында майдалары, олар ештеңе етпейді. Ситадан өткізесіз кепкен кезде. Сөйтіп бөлек қапқа жинай берсеңіз болады. Ал енді жаңа ситадан өтпейтін, мынандай мысалы ішіндегі ағаштың қалдықтары, шөптің қалдықтары, мысалы ондай қалдықтарды қайтадан осы ненің үстіне әкеп тастай беруге болады. Неге? Өйткені оның ішінде бізде не бар? Ситадан өткен кезде шұбалшаңдар қалып кетеді, жұмыртқалары қалып кетеді. Солардың барлығын қайтадан салсаңыз, олардан да не істей береді? Олардан да шұбалшаңдар көбейе береді. Ал енді шұбалшаңды қалай сатамыз? Оны мынау сияқты көп жерінен аласыз. Шамамен есептеп сата беруге болады. Міне өте көп мынау. Осындай шұбалшаңдарды алып сатуға дайын десек те болады. Шұбалшаңдардың өзінде сатуға шығаруға болады. Балыққа сатуға болады. Мал аулайтындарға. Ол жерден штуктап теріп отырасыз. Ал енді осылай биогумус өндірісімен айналсам дейтіндерге, онда енді сіз мынандай көң-пөңмен бірге қосып сатасыз. Ол жерде тығыздығына байланысты болады. Шамамен айтасыз, ол жерде нақты айта алмаймыз, өйткені шұбалшаң санау мүмкін емес. Тығыздығына байланысты айтылады. Солай сатылымда шығаруға болады, ящиктерге, коробкалерге салып. Ол жерде де салуды мұқият қарау керек, өйткені көңін аз салып қойсаңыз, ол жерде де қысылуы мүмкін олар. Содан өліп кетуі мүмкін. Барынша көбірек шұбалшаңдарға көбірек көң салып жіберу керек. Аз салсаңыз олар өледі. Ауа жетіспейді, бір-біріне тығыз болып қалады. Барынша көбірек көңнен салып сатуға болады. Ал енді мына бір көңді біз осы жылға қалдырамыз. Дайын болғаннан кейін оны да көрсететін боламын. Қазірше мынандай жердегі қалып кеткен көңдерін бір жерге жинап жатырмын. Өйткені бір жерден ылғалдандырып, су шашып тұрғанға өте ыңғайлы болады. Ал енді мынау аттың өзінің мысалы тышқан жері. Осы жерлерге, енді осы жерден қарайтын болсақ, мына жерлердің өзінде де бізде не істеген шұбалшаңдар өте көп десек болады. Міне. Мына жерде мысалы қаншама шұбалшаң бар. Көңнің де айырмашылығын қарасаңыз, мына жер уже бізде қандай? Кәдімгі уже қарайып келеді. Түсі де өзгеріп. Міне. Мына жерде қаншама шұбалшаң бар. Осының барлығын бір жерге жинаймыз. Ал мынау свежий көңдер. Түсінде көріп тұрған шығарсыз. Сап-сары.